Без нашего разрешения. Почему снимаете? Саламатсыз ба? Камераны өшіріңіз. Бұл өзі қосты ма? Күзетші, иә? Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахметулла. Бүгін біз Кентаудың жарыққа төлем бөлімінде шағымдар көп түсті. Жарыққа төлейін деп барсақ, қызметтеріне ақша төлейін деп барсақ, тағы да бір қызметке ақша төлеткізеді деп. Сол рас па, өтірік па анықтауға келдік. Соны көрейік. Бетперден тағып алайық. Орысша. Ең шеткі су, жылу, тазалық, касса за электроэнергию. Без нашего разрешения. Почему снимаете? На кісін жеріңіз, сосын мен сізге түсіндіріп беремін. Отключите камеру. Аха, қазір екі рет. Мен заявление жазам сен. Жарайды. Жақсы. Міне, мына жерде жазылып тұр екен ғой, мен сұрайын десем. Орысша. Қазақ тілі кімге керек? Айтшы. Орысша. Уникат. Можете прокомментировать? Насчет это. Вы согласны с этим? С такой политикой? Қайырлы күн. Жанбол Шекербекұлы рахметулла назарыңызда. Бейне және аудио жазылым жүруде. Біз қазір жарықтың өзінің кеңсесіне келіп тұрмыз, иә? Саламатсыз ба? Камераны өшіріңіз. Жоқ, өшірмеймін. Шағымданасыз ғой, сосын сотқа бересіз, үйтесіз көреміз. Сіз не үшін менің рұқсатымсыз түсіресіз мені? Сіз жұмыс кезінде отырсыз, жұмыс орнында отырсыз. Мен сіз барып туалетіңізден ұстап алып, ішінде кабинкаға кіріп жатқан жоқпын. Сондықтан жұмыс орнында отырсыз ба? Сіз жұмыс орныңыз ба, әлде бұл әжетхана ма? Менің рұқсатымсыз. Бұл жұмыс орны ма, жұмыс орны емес па? Соны айтыңызшы маған, болды. Жұмыс орны демесеңіз өшірем мен. На основании снимайте нас. Вы это объясните, потом я вам объясню. Қазақша Где я сөзіңіз. сижу и как сижу. Маған қалалықтар шағым жасап жатыр. 60 теңге комиссия алып жатыр дейді. Это при чем тут я в кассе? Я в Түсінбедім. кассе сижу, при чем тут я? Начальник, заходите. А при чем тут я? Бастыққа барсаңыз, бастыққа түсіндіреді, өзі айтады. Бұл өзі қосты ма? Күзетші, иә? Бастығын шақырасыз ба, әлде барайын ба? Ау? Барайын ба, әлде шақырасыз ба деймін, да? Сізге бірдеңе болды ма? Алпыста я алпыс. Жақсы. Сіз қазір Юниплаттың қызметкерісіз ба, әлде энергопотоктың, оңтүстік жарықтың ба? Соны айтып жіберіңізші, болды. Жақсы, кеттік. Есік ар жағында ғой. Тазалыққа тегін, иә? Ешқандай ескерту жоқ. Жылуға затопление бесплатно, комиссия или есть? Бесплатно, да? Заводу тоже бесплатно. За мусор? Только за электроэнергию, да, комиссия? Хорошо. Мынау өзі оңтүстік жарықтың бөлімі. Оңтүстік жарықтан басқа адамдардың бәрі тегін. Бірақ оңтүстік жарық өзінің кеңсесінде қызметтер үшін тағы да қызмет ақысын алып отыр, да? Профит! Былай ғой? Билайн центрге барып, Билайнға единица салайшы десең, жоқ, комиссиямен ақылы деген сияқты. Ал Теле2-ге тегін салып береміз деген сияқты болып тұр, да? Кірек. Ассалаумалейкум. Жанбол Шекербекұлы рахметулла назарыңызда. Бейне және аудио жазылым жүрген жайлы ескертейін. Мен қоғамдық белсендімін. Қалалықтар шағым түсірді. Қалалық электр қуатқа ақша төлейік десек, комиссия алып жатыр дейді. Қызметтер үшін ақшаларын келіп төлейік десек, тағы да қызмет ұйымдастырып тұр дейді. Жаңа бардым кассаға, көз жеткіздім. Суға, тазалыққа, жылуға ақша төленбейді екен. Комиссия тек қана таза өзіне төленеді. Қызмет көрсетілген, сіздерге қызмет көрсету 5000 теңге болса, оған тағы да өздеріңіз бөлек ақша алып отыр екенсіздер. Соны пікіріңізді айтсаңыз. Сіз өзіңіз толық таныстырып өтсеңіз, мына жерде бөлшек ештеңе көрдім. Мен Жанбол Шекербекұлы рахметулла,
екінші рет қайталап отырмын. Иә. Енді ол бойынша мен айтарым жоқ өзіңіз таныстырсаңызшы бірінші лауазымыңызды айтып. Тілепбай Ерлан Кенбайұлы. Аха. Бұл жерде өтеу бөлімінің басшысы. Жоқ, қай осы жер оңтүстік жарық энергопоток или тағы қалай аталады? Өтеу бөлімінің басшысымын. Түсіндім ғой. Өтеу бөлімі қай компаниянікі? Той энергопоток. Аха, осылай. Түсіндіңіз ғой наразылықты. Енді соған пікіріңізді айтсаңыз. Пікірімді айтатын болсам, сізге қазір бізде өзіміздің кассаларымыз жоқ. Тұтынушылардың өзі еркі поштаға төлеуге болады, Каспий арқылы төлеуге болады, или же бізге осы жерге отырған кассирлерге 60 теңге үстіне қызмет несін төлеп, Почтада ше. Почтада да бар, почтада комиссия. Почтада да мен білгенімше пенсионерлерге тегін, былай 50 теңге комиссия алады. Иә, себеп неге су тегін алады, ешқандай қызмет құнын алады да, артық ақша алмайды. Белсенді адам болсаңыз, сіз білуіңіз керек. Мен ойымша сіз белсенді, сіз ойымша білуіңіз шығарсыз. Бұл кассирлердің өздеріне, бізде өзімізде кассирлер жоқ. Бізде кассирлердің бәрін жауып тастады. Себебі оптимизация. Қазір өйткені цифровизация болғаннан кейін халықтың бәрі интернет арқылы төлейді, Каспий терминал арқылы төлейді. Жоқ, сіз сонда 60-70 жасар тұрғындар абоненттеріңіз бар шығар ондай? Әлде бәрі цифрлы Қазақстан болып деп, бәрі сол Каспийге тіркеліп қойды деп ойлайсыз ба? Жоқ, мен 30-ға енді келе жатқан жас жігітпін да, жас буынмын. Мәселе жаста емес. Қазір 60-тан андай сыйлықпен қолданады, Каспий арқылы қолданады. Поэтому адам өз еркімен біледі. Жақсы. Сіз цифровизация деп бүкіл мемлекет барлық адамға цифрлы құрылғы бергендей болып тұрсыз. Құрылғысы жоқ адамдар, смартфоны жоқ адамдар не істейді? Құрылғысы жоқ адамдар, мен сізге айтып отырмын, бізге кассаға келіп төлейді. Артық төлеммен. Немесе почтаға барып. Неге артық емес, ол комиссия, өзінің ақысына комиссия төлейді. Жоқ, су неге комиссия алмайды, не тазалық алмайды, не жылу алмайды? Мен сізге тағы да айтып отырмын. Оптимизация дегенді оны естідім ғой мен. Сізге айтып отырғаным олардың барлықтарында кассирлер болғандықтан олар тегін алып жатыр. Сіздерде өзімізде қазір энергопотокта кассир деген қысқартып тастаған, кассир деген мамандар жоқ. Бізде барлық қазір осындай электронный платформаларға көшіріп жатыр. Электронный платформасы жоқ адамдар не істесін? Олар сонда артық төлем, артық шығын жасау керек па? Почта арқылы айтып отырмын. Почта арқылы. Немесе осы жерге бізге келіп, мына несін төлеуге болады. Мен оны көрдім. Қызметін, комиссиясын артық шығынмен деп айтсаңызшы сіз. Мен шығынымен емес. Артық шығын комиссия. Ол қарапайым сөзбен айтқанда комиссия деп аталады. Ол сіз өзіңіз шығын қылып санайсыз ба? Басқа бұл сіздің неңіз. Маған ол аталатын комиссия. Барлық жерге барсаңыз сөйтіп айта аласыз. Сіздер қазір тұрғындар өтініш жасаса бір тегін касса ашыңыздар десе, қалай қарайсыздар оған? Мысалы, ол ұсыныстар келетін болса, біз қараймыз, міндетті түрде заңға сәйкес жауап береміз. Бірақ ол шешетін нәрсе, ол скорее всего шешілмейді. Өйткені барлық нәрсе қазір электронды платформаға көшіріліп, қазір платежный организациялар көп қалада, почтасы бар, Каспий терминалдар бар, басқа да ИП-лар бар ашып алған, сол арқылы көбісі қазір төлеп жатыр. Комиссиямен. Артық ақша төлеп. Ол өз еркімен. Бізде Каспийдің ішінде объявление тұр, комиссия алынады деп. Сосын любой жерде айтып не қылады сөйтіп. Қазір көріп тұрмыз, су арзан 1 тоннасы 30 теңге тұрады. 1 кубометр, 1 кубта 1 тонна су бар ғой. 1000 литр су 30-ақ 40 теңге. Ал 1 киловатт қанша теңге? 15 теңгеден басталады, 15 теңге, 17 теңге, 70 киловатт сайын қымбаттап тұрады. 3 теңге, 3 уровень. Су арзан да, бірақ олар кассир жалдауға мүмкіндіктері бар екен да. Ал қымбат ақша алып отырған монополистер өздеріне кассир жалдауға мүмкіндіктері жоқ екен да. Басшылар сонда басшылықта айлықтар азайып қала ма, 2-3 касса ашатын болса? Мен сізге тағы да айтып отырмын, қазір жұрттың барлығы электронный платформа көшіп жатыр. Электронный деген цифровизация. Қазіргі міне сіздің қолыңызда құрал тұр. Мен 4-ші рет қайталағаныңызды түсіндім, бірақ
әлі кнопочный телефон ұстайтын адамдар бар екен, білесіз қой? Бар болса соларға почта бар. Бізде міне специальный касса бар. Бар ғой, платный ғой. Комиссия алынады, комиссия, өз ақысына комиссия алынады. Неге су сияқты бір-екі касса ашып қоймайсыздар деймін? Мәселе бізде ондай касса қаралмаған. Энергопоток тек қана электроэнергиямен жабдықтайды, сізге тұтынушыға квитанцияны жеткізіп береді. Адамды ары қарай уже адам өз еркісі, өз еркімен біледі, қайға төлеймін деп. Поштаға төлей ма, Каспийге төлей ма? Ақшаға да тегін емес. Тек қана светке 2000 теңге келсе, 2000 теңгеңді емес, сен жаңағыдай комиссияны артық төлейсің да. Жоқ, қараңыз. Тек қана таза 2000 теңгені салуға болмайды да. Касса арқылы суға төлегенде, жылуға төлегенде етуге болмайды. Ақылы альтернативада, ал тегін альтернатива жоқ болып тұр. Судыкі қалада почтаның алдында бар, өз жерде бар, жаңағыдай көрген өздерінің бөлімшелеріне барсаңдар да тегін ешқандай комиссиясыз ақша алады. Тек қана таза қызмет, қанша су құрттың, қанша тонна су құрттың, кубометр соншаға ақша алады болды. Ал мұнда жаңағы сіз жаққан жарығыңыздан бөлек, сіз ақша төлеу үшін тағы да ақша төлеген болып тұрса. Комиссия. Енді ақша ғой, комиссия деген ол теңге ғой. Қолға ұсталатын ақша ғой, дұрыс па? Ол бір жерден келіп жатқан жоқ қой, бонус емес ештеңе. Комиссия, сол себептен. Жоқ, комиссия тең ақша, иә? Комиссия деген ол ақша. Комиссия ақша. Бұл жерде комиссия. Осы керек. Комиссия салсаңызда да, сіз 20-30 тен комиссия төлейсіз. Жоқ, мен сондай сияқты болады, барлық жерде. түсінбей жатыр. Мен актив Билайн кез келгеннің орталығына барсам, қазір жарықтың орталығына келіп тұрмын. Мен Билайн центрге барсам, Билайнға 1000 теңге салғым келсе, 1000 теңге беремін да, ешқандай артық төлемсіз. 1050, 1020, 1030 емес, мына кісі айтып отқандай. Мен жарықтың орталығына келіп тұрмын да, мен жаққан жарығыма ақша төлегім келеді да. Көп тұрғындар, ол мен емес, мен ол 100 теңге қарап қойған жоқпын. Көп кісілердің шағымы өтініші бойынша келіп тұрмын. Ол дұрыс, жаныңыз ашып жатқаны болса дұрыс. Ол мен сізге айтып отырмын, біз барлық жерде, касса жерде, егер қарасаңыз, объявление қойғанбыз. Жоқ, объявленияны түсіндім ғой, ол. Сіз оны оқып жатқан жоқсыз, көріп жатқан жоқсыз. Адам деген бірінші, соның бәрі мен блогер болсам, мен бірінші зерттеп, бәрін көріп, сосын барып келемін. Видеода көресіз ғой, зерттегенім. Көре беріңіз ол видеода. Наоборот, сіз видеоның дұрыс, ішінде біз халыққа түсіндіріп жүргізіп неғылық ақырын түсінбей халық болдыңызса, бұл уже кассаның болмағаны уже 6-7 жыл болады. 6-7 жыл бойы осылай жоқ. Почтада айтып отырмын, почтада тегін. Сіз жаңа 50 теңге дедіңіз видеоның басында. Почтада пенсионерлерге тегін. Пенсионерлерге тек қана зейнеткерлерге тегін. Коммерциялық құпия емес қой, қанша мың абонент бар сіздерде? Бізде населениеда 22 мың абонент бар. 25 мың емес па? Аз айтып жатқан жоқсыз ба? 22 мың абонент, иә? 22 мыңды 60 теңгеге көбейтеміз да, қанша ақша? 60 теңге көбейтпей-ақ қойыңыз, оны математика болуының керегі жоқ. Бізде 22 мың абоненттің, мен сізге қазір қандай айтайын. Қанша пайызы зейнеткер? 18-19 мың абонент уже Каспий арқылы төлейді. Поэтому оны 22 мың... Нақты дәлелдеген бар ма? 22 мың абонентті сразу 60 теңге көбейтудің математика болуының керегі жоқ. Факт бар ма? Факты. Бізге түсетін болса, ұсыныс, біз жауабын береміз. Міне беріп тұрмын. Жоқ, ауызша письменно түсу керек бізге. Арыз, өтініш түсіріңіздер, осындай тиісті ненің атынан. Ол ашын келіп маған коммерческийді айтып беріңіз деген ондай болмайды. Сол коммерциялық құпия емес қой, сіз ауызша айтқаныңыз. Сіз қазір ақша айтып отырсыз, сіз қазір ақша айтасыз. Ақша жағы ол коммерциялық өсек. Ақша емес, абоненттер саны. Сіз қазір 22 абонентті бүйтіп ақшаңызды санауға болмайды. Ол сіз жаңылысып жатсыз. Сіз Ерлан Қиясовтың кім екенін білесіз ба? Кім? Қиясов. Жоқ. Сіздер барлық жерге бетпердесіз кіруге болмайды дегенсіздер да? Ал сіздерге отыра беруге сонда Қиясов па? Кім рұқсат берді, соны білейін деген едім. Маска тұр. Маска тұр ғой. Коронавирус, кет, менде маска бар. Жақсы, сонда маска жаныңызда тұрса, сізді Қиясовтың бұйрығы, жаңағы қаулысы қызықтырмайды ғой? Неге? Біздер сақталған. Антисептик бересіз ба, мен қолымна стол ұстағаннан кейін бас болып қалған соң? Иә, болды жүріңіз. Кабинетте жоқ қой? Кабинетте жоқ па? Сіз антисептик қолын сеуіп кірген жоқсыз. Жоқ, мен міне. Сізді охранник қалай кіргізді антисептиксіне? Ручка ұстадым, кірдім. Енді қазір күзетшіге тиеді оқтың бәрі. Нұржан. Мен сіздің ручкаңыз... Абонент антисептик тұр ма?
кірген кезде антисептикке сеуіп кірмеген. Қазір антисептик қайда деп не қылып жатыр. Мен сіздің кабинетіңізге кіргеннен кейін наручканы ұстауға мәжбүр болдым, ашуға. Содан кейін мен мына жерде қолымды тазартып алғым келеді да. Түсінесіз бе, түсінбейсіз Ол бе? кабинетте тұру міндетті емес. При входе в здание неде тұру керек. Жақсы, маскада столда тұрса болды, иә? Жақсы, сау болыңыз. Сіз енді ешқандай көмек бере алмайын деп тұрсыз ғой, жаңағыдай құрылғысы жоқ кісілерге. Жоқ, көмек береміз. Біз айтып жатырмық қой. Біз қазір адамдар келіп жатып сұрап жатса, Аха. келіп мысалы сауалына келіп біз жауап береміз. Қай жерде күту келуге болады? Сұрақтармен келіп, мен мынаны төлей алмаймын, қай жерде тегін деген сияқты. Біз бәрін айтып, Тегін жолын маған айта салмайсыз ба, осыны көріп? Поштада бар, тегін. Зейнеткерлерге ғана. Иә, поштада. Зейнеткерлерге ғана. Сосын Каспи арқылы төлеуге де бар, тегін қазір. Барлығында интернет бар. Интернет бар. Қазір 80% абонент бізде қазір уже Каспи терминалы. Енді ол дәлелденбеген құр сөз болып тұр да. Егер де сіз қағаз жүзінде түсірсеңіз, біз сізге жауабын береміз. Мәліметті қанша абонент Каспи арқылы төлеп жатыр, қанша не бар, егер ол құпияға жатпайтын болса, дегенмен. Сіз оны нақты білмейсіз ғой, иә? Жоқ, Жауап беруіңіз мүмкін, жауап бермеуіңіз мүмкін ғой. Жоқ, жауап береді. Арыз өтініш түскеннен кейін біздікілер жауап береді. Жоқ, сіз жаңадан айттыңыз ғой, егер құпия болмаса. Құпия болмаса, құпияға жататын болса, ол кезде жауап бере ол заңға сәйкес құпия деген мәлімет болады. Құпияға жатпайтын мәлімет болады. Дербес деректер болады деп. Иә, дұрыс, сол себептен ол жерде жаңағыдай оны деректерге жатпаса, онда жақсы, мәлімет болды. береді тиісті. Жамбыл Шекербекұлы рахматулла назарыңызда болған. Басшылар сонда басшылықта айлықтар азайып қала ма, 2-3 касса ашатын болса?